Тобылда мүлде уақыт жоқ. Сен кезінде Реал Мадридпен ойнап, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Бенфикаларда ұтып жүрдің бе? Өткен маусымда жартылай финалда болдың ба? Не Швейцарияның лидерісің бе? Қызық емес. Дәл сенің алаңында екі доп айырмашылықпен жеңіске жетіп, өз алаңында келесі кезеңге үмітін күзеді. Алдыңғы маусымда Базель конференция лигасының жартылай финалда Фиорентинадан ғана жеңіліс тапқан еді. Биыл бірден Тобылдан ұшып отыр. Жанкерлерінің іштері жанып жатқан болар. Ештеңе етпейді. Енді Тобылға жанкер бола беріңдер. Негізі мені таң қалдыратыны ол көп сарапшылардың Базельді мүлде өте алмайды деген болжамдары. Сарапшыларды қойшы, тіпті жанкерлердің өздері мысқылдап күліп, үміт жоқ деп нүктесінде қойып тастады. Не болды ал? Қайда олар? Қазақ клубтары әлемге әлі өздерінің кім екендерін көрсетеді. Толық екі матчқа шолу жасап, не болған туралы әңгіме өрбітейік. Біздің демеушіміз ешқашан бәс тікпей аты кеңсе. Себебі біз берекелі дүние болғанын қалаймыз. Сіздермен бірге желі аяқты арнасы және оның жүргізушісі мен Беклан. Маған қолдау ретінде арнама жазыла кетіңіз. Ерінбеңіз, сіздің қолдауыңыз өте маңызды. Видео толық басталмай тұрып, бір нәрсені білгім келеді және сол мені қатты мазалайды. Жалпы Тобыл командасы қазақшада Тобыл деп аталады. Кез келген команда елімізде қазақша айтылатыны хақ. Ақтөбе, Қайрат, Қайсар, Оқжетпес және тағда басқалары. Ал Тобыл командасы Тобол деп айтылады. Мен ойладым, тек осындай орысша жазғанда ғана Тобол деп жазылатын шығар деп. Сөйтсем, команданың логотипінде де сол Тобол және ресми парақшаларында да Тобол ресми аккаунты деп жазылып тұр. Сонда команданы Тобыл деп айту қате ме? Қазақ елінде тұрып, клубтың атауы орысша болғаны қаншалықты дұрыс екен. Ал біз матчқа оралайық. Тобыл Базелге қарсы 4 тайм ойнады және 4-еуі де 4 түрлі сипатқа ие. Алғашқы тайм сенімсіздік, екінші тайм жігерлену, үшінші тайм батылдық, соңғы тайм шыдамдылық. Себебі Тобыл қонақта болған ойынның алғашқы минуттарында дым істей алмады. Допты тебе салады, не шабуылдарын аяғына дейін апара алмайды. Нәтижесінде Терно Бари 25 минутта ортадан пас алып, асықпастан теуіп есепті ашты. Бұл кезде бұл шабуылшыдан допты алып қоюға әбден мүмкін еді. Алайда біздің қорғаушылар аздап қорықты. Ал екінші тайм ше? Міне, қызыққа тола. Швейцарлықтар матч қашан бітеді деп сағаттарына қарай беретін кез болды. 52 минутта қайтадан сол Терно Ислам Чесноковқа аяғын қойып қалып, Тобылға пенальти тебуге мүмкіндік сыйлайды. Мені таң қалдырғаны Базельдің ойыншылары пенальти емес деп наразылық білдіріп жатқандары. Тіпті Терноның өзі мойындап тұр ғой. Одан қалса аяғын созып шлагбаум секілді тосқауыл етті. Әрине бір дөрекілік көрсетіп, жарақат ететіндей тоқтатқан жоқ. Бірақ сонда да ереже бұзғаны анық. Нүктеде Рамазан Оразов соққы және ол гол емес. Қақпашы сейв жасап командасын құтқарды. 56 минутта өте қызық жағдай орын алды. Мұндай болады деп ешқашан ойламас едім. Ар-бер арпалыстан кейін Рамазан Ораз басымен ашық қақпаға соққы жасады. Терно Бари шабуылшы екені анық. Бәлкім Суаресті де шабуылшы ретінде үлгі тұтар. Бірақ Суарес сияқты қолмен сейв жасайды деп күтпедім. Енді тек түстемесе болды. Төреші қызыл қағаз көрсетіп, ойыншыны ойыннан қуды. Ал шабуылшы болса қайта-қайта өзіне бір нәрсе сөйлеп, бекер-ай деп жатқан болар. Әрине, Рамазанның баспен ұрғаны гол болса да, Базельдің артынша тағы гол салуға мүмкіндік бар еді ғой. Енді не болды? Ойыннан қуылды және одан қалса тағы да пенальти. Базельдің ойыншыларының бастары салбырап қалды. Бұл жолы нүктеде Рамазан емес, Серж Дебле. Соққы, гол. Есеп 1-1 және базельдіктері 10 ойыншымен қалды. 61 минутта сұмдық зеңбірек тұрышты. Бірінші Роман Асранкул сол аяғымен алыс жерден қақпаның бағанасына тегіссе, артынша бірнеше пастардан кейін Рамазан Ораз бір ғана қимылымен допты қағып тепкені тамаша голға айналды. Не деген керемет мұны. Көбісі Рамазанда мүлде гол салмайды деп сынғалып жатады. Міне, сол сынғалғыштарға жауап. Сосын айта кетейін, гол салу Рамазанның міндетіне кірмейді. Ол жартылай қорғаушы ғой. Допты ұстап ойынды жүргізумен айналысады. Ал салып жатса, тіпті керемет. 68 минутта базельдіктер тағы да қызыл қағаз алды. Бұл жолы Исламды шынтағымен салып қалған үшін Рикардо Каляфиори екінші сары қағазынан кейін қызылға ие болып отыр. Негіз ашығын айтқанда әдейі ұрып қалған жоқ, тек секіріп қолын қатты ашып жіберді. Футбол ережесі бойынша олай ойнауға болмайды. Сол үшін де оған тек ескерту берілді. Ал оған дейінгі сарысымен бірге ол қызылға айналып отыр. Енді базельдіктер 9 ойыншымен қалды. Оқиғадан кейін 3 минут өткен соң Ислам Чесноков сол аяғымен бергі бұрышқа тастап есепті 1-3 етті. Әрине соққысы әдемі көрінгенімен қорғаушыға тайқып тиіп кіргені жоққа шығара алмаймыз. Әйтпесе дәл сол соққысын қақпашы ұстауға дайын тұрған.
9-13-мен қалған базелдіктер ештеңе істей алмай қалды. Негізі осыны пайдаланып есепті одан сайын арттыра беру керек еді. Себебі Базель не дегенмен де Базель ғой. Қостанайда қандай өнерін көрсететіні белгісіз. Сонда да қонақта 1-3 деген есеп өте жақсы. Екінші тайм жігерлену ойыны болды ма? Я, жігіттер 1 голдан кейін от алып кетті. Енді қарымта ойын, яғни Қостанайда болған ойынға көшейік. Ойыншылар сонау Швейцарияның Базелінен келіп, ойынға дейін Қостанайда кішкене қыдырып алайық депті. Әдем жерлеріне суретке түсіп, кішкене ойынға дейін көңілдерін түземекші болыпты. Матч тағдыры осы кезде шешілу керек. Ысқырық шалынды, матч басталды. Ойын бастала салып, шабуылдар екі жақтан тоқтаусыз кетті. Базельге жеңіс керек, ал Тобылда өткен ойыннан қалған шабыт және қоржынында 2 гол бар. Бірақ 26 минутта Антон Каде бір өзі бүкіл қатталды тесіп өтіп, сол аяғымен соққылатып есепті ашты. Ал Андояның ассисті байқалмайды қалды. Мына жерде біреуді кінәлауға да ұят. Шеберлік және салқынқандылық. Жалпы есеп 3-2. 30 минутта Бағдат Қайыров қарсылас команданың ойыншысын артынан итеріп, құлатып базелдіктерге пенальти тебуге мүмкіндік сыйлады. Бұл жерде ол төрешімен келіспеді, алайда барлығы көзге анық көрініп тұр. Нүктеде Жан-Кевин Огюстен. Есеп 0-2. Жалпы есеп болса 3-3 болып кетті. Енді қостанайлықтар гол салмаса жағдай мәз емес. Айтып өкініп жатқан кезде 41 минутта бізге қайтадан пенальти тебуге рұқсат берді. Милиан Вукадинович сол қапталдан допты қақпаға тепкенін қақпашы қайтарады. Бірақ қайтқан доп қорғаушының қолына тиеді. Негізі осы кезде базелдіктер пенальти емес деп айқайлай түсті. Қайталаулардан көрсек, шынында да қолына тиген сияқты. Бірақ денесіне жабысты тұрғандай көрінді. Әрине менің пайымдауымша 70-80% тиді. Біздің чемпионаттың ең әлсіз тұстарының бірі ол әдемі түсіретін камералардың болмауы. Мысалға нақты тиді не тимеді дегенді шешіп беретін бергі жақтан түсіріп тұрған камера жоқ. Қанша жыл өтті? Дұрыстайтын уақыт келді-ау шамасы. Жарайды, ол да бір күні шешілер. Нүктеде Дебле соққы жасап, есепті қысқартып, Тобылды жалпы есеп бойынша алға шығарды. Енді тек бір тайм шыдаса, келесі кезеңге өтіп тұрмыз. 4-ші тайм шыдамдылық таймы деп едім ғой. Себебі Тобылға бұдан басқа гол жермей, тағы да голдар сала беру керек. Базель бұл таймда барлық күшін қолға жинап қопарама десек, Тобыл күшіне еніп кетті. 57-ші минутта Серж Девле тағы да соққы жасап қақпаның маңдайшасына тигізеді. Әттең-ай, сәл-ақ қалып еді. Одан кейінде Тобылда гол салуға өте көп мүмкіндік болды. Алайда шаршау бар, күннің ыстығында рөл ойнап тұр. Қосалық құрамнан шыққан ойыншылар ойынға жаңа серпін берді. Бірақ олар не жөнді пас бере алмай, бірін түсінбей кетіп жатты. Жылдамдықтың не керегі бар, егер жөнді пас бере алмаса? Осы қателіктер болмағанда қазір есеп шамасы 5-2 болар еді. Сонымен Базель түңілді. Базель ашуланды. Ал жанкүйерлер масқарамыз шықты. Маусым басталмай жатып бітті. Бұл Базельге ұқсамайды деп өкініп отыр. Капитандары Фабиан Фрай болса, бірінші матчта 11 ойыншымен қалғанымызда 1-3 болып жеңілмес еді. Ал екінші матчтағы бізге қойылған пенальти қарсыластардың шабытын ашты деп үн қатуда. Әрине бұл капитанның айтып отқанының бәрі оңды. Ол кезде Базель 11 ойыншымен бізді ұтып та кетуі мүмкін еді. Бірақ тағдыр басқаша жазылып тұр. Тобыл жанкүйерлерін құттықтаймыз. Жоқ, бүкіл қазақ елінің жанкүйерлерін құттықтаймыз. Себебі бұл тек клубтың емес, еліміздің жеңісі. Алға Тобыл, алға Қазақстан. Сіздермен бірге Желаяқты арнасы. Жаңалықтардан құр қалмау үшін арнаға тіркеле кетіңіз. Амандықта жолыққанша сау, саламат.